Ақпараттанған заманда алаңсыз ғұмыр кешіп жатқан ұрпақтың бойынан елжандылық, адамгершілік, имандылық қасиеттері табылса екен деген мақсатпен қарабалықтық майдангер маршал Рокоссовскийдің басшылығымен екінші Беларусь майданына қатысушы Куржуков Қожахмет Шаяхметұлы туралы балаларының әкесі жайлы естелігін назарларыңызға ұсынамыз. Елге мұра, ұрпаққа ұран. Бұл мереке жан қияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, жеңіс жаулауы желбіреген күн. Бүгінгі тәуелсіздік тұғырының беріп, еңсеміздің биік болуы да, еліміздің өркендеуі мен гүлденуі да осынау мерекенің жемісі. Мен әкемнің батырлығын мақтан тұтып, сонау сұрапыл соғыс жылдары толарсақтан саз кешкен әр қадамына басымды иемін. Мой отец, Куржуков Кожахмет Шаяхметович, участник Великой Отечественной войны. 28 ноября 1944 года был призван в ряды вооруженных сил Советского Союза. Он участвовал в Вятско-Одерском операции под командованием маршала Советского Союза Рокоссовского. Война для необстрелянного молодого паренька началась после трехмесячной подготовки на границе Германии и Польши. Не доезжая 25 километров до линии фронта, эшелон с новобранцами был разбомблен. Оставшиеся в живых, в том числе и наш отец, сосредоточились ночью в лесу. Получив впервые оружие, они приняли участие в форсировании реки Одер. Затем они были переброшены на Балтику, где держали оборону до Дня Победы. Но вернулся со службы папа только в 1950 году, когда для смены подросли мальчишки, родившиеся гораздо позже. Мы помним, мы любим, мы гордимся подвигом наших отцов, наших дедов. Бүгінгі ұрпақ аға буын ардагерлер танытқан қаһармандық пен қайсарлықтан үлгі алып, бой түзесе екен. Осынау ерлікке толы күн тарихымыздың мәңгілік ұмытылмас парағы болып қала бермек. Ұлы Отан соғысына қатысқан әр адамның есімі мен ерлігі ешқашан өшпек емес.